Төлдер аурулары сальмонеллез. Сальмонеллез ауруы жіті өтетін зардапты ауру. Ішек-қарын жолының, бауырдың зақымдануымен, көкпардың үлкеюімен және дене қызуының көтерілуімен сипатталады. Сальмонеллезбен барлық ауыл шаруашылық, үй, кәсіптік, жабайы, зертханалық жануарлар мен құстардың барлық түрі ауырады. Әсіресе жас мал сезімтал. Ауру қоздырушысы эндробактериал тұқымдасының сальмонелла түріне жататын бактериялар. Сальмонеллез бактериалды жұқпалы ауру, көбінесе ішек-қарын жолдарына зиян келтіреді. Бұл жануарлар адамдармен арасында болатын жіті ішек ауруы. Көп жағдайларда азық-түлік арқылы беріліп, асқазан ішек жолдарының зақымдануы арқылы сипатталатын жұқпалы ішек ауруы. Таралу жолдары. Ауру қоздырғышы адам ағзасына сальмонеллез жұқтырылған және дұрыс термикалық өңделмеген тамақ өнімдерін пайдаланған кезде түседі. Алғашында әлсіз жетілмеген бұзаулар ауырады. Қоздырғыштың уыттылығы ұлғайғанда дені сау малдар ауыра бастайды. Жұғудың алғашқы жолы әдетте індетілген сүт арқылы жұғады. Желіндегі сүтте сальмонеллез бактериялары болмайды. Бірақ та сиырларда лас жерде сауу процесінде аздаған көпке нәжіс бөлігі сүтке түседі. Сиыр нәжісінде сальмонеллез тасымалдаушылар сальмонеллез құрамында жиі болады. Сальмонеллез ауруының клиникалық белгілері және өлген жануарда болатын патологиялық анатомиялық өзгерістер. Сальмонеллездің жіті формасы кезінде ауру 5-10 күнге созылады. Одан әрі үш нәтиже мүмкін: өлім, жайлап жазылу немесе созылмалы формаға ауысуы. Жазылуы жайлап аптаға созылады. Ауру 40-41 градус, одан да жоғары температурамен басталады. Қызба күнделікті және аурудың аяғына дейін тұрады. Температурамен қатар пульста және тынысы да жиілейді. Маңызды өзгерістер құрсақ қуыс мүшелерінде кездеседі. Әсіресе талақ қатты өзгереді. Ол күрт ұлғайған және салмағы 2-3 есе артады. Талақ түсі қошқыл, қызыл, шеттері дөңгелектенген, капсуласы шиеленіскен. Оның астына буындар байқалады және дақты, нүктелі қан талаулар кездеседі. Ішектің кілегей қабықтары, кейде ұлтабыр қабынған қызарған қан талаулар кездеседі. Шажырқай, лимфа түйіндер, домбыққан, ісінген, ұлғайған. Бауыр көбінесе нормадан тыс немесе паренхематозды дегенерация жағдайында. Диагностикасы. Дифференциалды диагноз: колибактериоз, ротавироз, пастереллез, криптоспоридиоз. Эпизиотологиялық мәліметтер: қора жағдайы және өлім деңгейлері. Гистологиялық өзгерістер: ішектің кілегейлі қабығында тамырлар қанмен кернеледі. Меншікті қабатты сарысу, нейтрофилдер мен макрофагтар кеулейді. Сақтандыру шаралары. Қылау ауруы әдетте мал дұрыс азықтандырылмайтын, санитарлық ереже нашар сақталатын фермалардағы торайлар арасында жиі кездеседі. Сол себептен де қылауды болдырмау үшін шаруашылықтағы мал, әсіресе буаз мал жыл бойы дұрыс күтіліп бағалуы керек. Ауру торайларды оқшаулайды. Қора жайларды тазартып, натрий су тотығының 3-4% ертіндісімен дезинфекциялайды. Ауру байқалған топтардағы ауруға шалдықпаған торайларға сыворотка және 10 күннен кейін вакцина егеді. Ауру байқалмаған топтарда бұзауларға 1-2 күндігінде, торайларға 20 күндігінде вакцина егеді. 10 күндігінде еккен бұдан да жақсы. Үнемі ауру байқалатын табандарда буаз сиырларға бұзаулардан 2 ай бұрын арасына 15-20 күн салып 2 дүркін вакцина еккен жөн. Алайда, мұнда жағдайда жаңа туған бұзауларға сыворотка егеді, ал вакцинаны 10-12 күннен кейін енгізеді. Жазылған бұзауларды 3-4 апта бойына оқшаулап ұстайды. Сальмонеллездің емі. Сальмонеллезбен ауырған бұзаудан да, қолынды да, шошқаны да емдеу үшін левомицетин, полимиксин, неомицин, мономицин, дибиомицин антибиотиктері қолданылады. Ауру толгилевимицин 3 мезгіл суға ертіліп ішкізіледі. Оның емдік мөлшері шошқаның, бұзаудың, қозының, тірілей салмағының әрбір килограммына 20-40 миллиграмм. Егер бұл дәрі таблетка күйінде болса, салмағына байланысты беріледі. Полимиксиннің сульфаты да суға ертіліп, 1 килограмм тірілей салмаққа 30-40 миллиграмм мөлшерде тәулігіне 3 рет ішкізіледі. Мал дәрігері мен мал шөбершілері қылауды емдеу кезінде ауру малды қандай антибиотиктермен дәрілеу жөнінде шаруашылықтың бас мал дәрігерінің нұсқауын орындауы қажет.
Қорытындылай келе, халық тұтынатын өнімдердің 70-80%-ін мал өнімдері құрайды. Сондықтан осы өнімдерді өндіру, оның көлемін және сапасын арттыру өзекті мәселелердің бірі. Бұл мәселені шешуде төлдердің күтіліп бағалауын дұрыс ұйымдастыру керек. Олардың ауру сырқаудан аман болуын қадағалау, ауру болған жағдайда тиімді емдеу әдістерін қолдану, ауруды болдырмау үшін оның алдын алу шараларын уақытында жүргізу. Жалпы мал мамандарынан бастап сол салада істеп жүрген барлық еңбеккерлердің ең негізгі және күрделі міндеттерінің бірі.